Аллаға серік қоспай осы өмірде дүниеден өткен адамды Алла қандай күнә жасамасын, Алла оны кешіреді. Муаз дейтін сахаба бірде Алла елшісінің көлігіне мінгесіп келе жатқанымда ол маған: "Уа Муаз, Алланың құлдарына жүктеген хақы не екендігін, адамдардың Алла алдында хақы не екендігін білесің бе?" дейді. Сонда Алла және оның елшісі біледі деп айттым дейді. Бұл кезде пайғамбарымыз: "Фаинна хаққаллахи алал ибад ан яъбудуху ва ла юшрику бихи шай'a." Адамдардың Алла алдындағы міндеті, яғни Алланың құлдарындағы хақы оған ғана құлшылық етіп, оған еш нәрсені серік қоспауы. Содан кейін فَإِنَّ حَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Ал құлдың Алла алдындағы хақы өзіне серік қоспаған, яғни оған еш нәрсені серік қоспаған осы өмірде дүниеден өткен адамды Алла қандай күнә жасамасын, Алла оны кешіреді. Осы хабарды естіген Муаз: "Алланың елшісі, осы сүйінші хабарды мен адамдарға жеткізейін" деген кезде пайғамбарымыз: "Жеткізбегенің жақсы, өйткені адамдар осыған сенім артып, амалдарына салғырттық танытуы мүмкін" деген екен. Аллаға серік қоспай дүниеден өткен адамның барлық күнәсін Алла кешіреді.